кейбіреулер зікір айтуды артық көреді. Қайсысы дұрыс? Құран оқудың зікірден артықшылығы қандай? Жалпы енді Құран мен зікір екеуін ерікті түрде, нәпіл түрде орындайтын болса, бұл жерде біз айтамыз, Құран әрине барлық зікірлерден ұлы, жоғары тұрады Алланың кәләмі. Бірақ мына нәрсені ескеруіміз керек. Уақытқа және белгілі бір орынға арналған дұғалар келген кезінде бұл дұғаларды оқу абзалырақ болады. Ал қалған уақытта жай ерікті түрде жасайтын болса, зікір мен Құранды салыстыратын кезімізде Құранды оқу әрине абзалырақ амал болып саналады. Сондықтан біз айтамыз, әр нәрсе өзінің орнына қарай. Мәселен, таңғы дұғалар, кешкі дұғалар бар, белгілі орындарға байланысты дұғалар бар. Осы кезде ол сол дұғаларды орындау абзалырақ. Себебі Құранды кез келген кезде оқуымызға болады, ал белгілі уақыт пен орындарға арналған дұғаларды сол уақыт пен орынның тысында біз оқи алмаймыз. Сондықтан бұл жерде сол дұғаларды оқу абзалырақ болады.